Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Біз бүгінгі сабақты тақырыбын анықтамас үшін миға шабуыл жасайық. Келесі суреттерді байланыстыра отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайық. Қалай ойлайсыңдар? Берілген суреттерге қарай отырып, бүгінгі сабағымыз не жайында болатынын кім айтады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы адам ағзасының химиялық құрамы, макроэлементтер, микроэлементтер және олардың маңызы туралы болады. Оқу мақсаттары: адам ағзасының құрамына кіретін элементтердің қызметін білу, Қазақстанның тұрғындарының типтік тамақтану рационын зерттеу және теңгерімді тамақтану рационын құрастыру. Топтық жұмыс: топтау және сәйкестендіру, яғни берілген тағам түрлері мен химиялық элементтердің топтастырайық. Қай химиялық элемент қай тағамның құрамында кездеседі? Biogenic elements: cooking salt, soy, milk, product, rennet and paste, mushroom and cheese, iodine, sodium, iron, calcium, copper, phosphorus, sausage, apple, kale, lentil. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріңдер. Iodine – йод. Sodium – натрий. Iron – темір. Calcium – кальций. Сүт өнімдерінде кездеседі. Copper – мыс. Phosphorus – фосфор. Адам ағзасындағы химиялық элементтер. Адам ағзасындағы химиялық элементтер адам өміріне қажетті үрдістерді жүзеге асырып, ағзаның толыққанды дамуын қамтамасыз ететін элементтер тобы. Бұл элементтерді тірі ағзалардағы орташа мөлшеріне қарай 3 топқа бөледі: микроэлементтер, макроэлементтер және ультрамикроэлементтер. Ал тіршілік үшін маңыздылығына байланысты тіршілікке қажетті элементтер, қосымша элементтер және өте аз элементтер деп өзара бөлінеді. Сондықтан химиялық элементтердің біреуінің жоқ болуы немесе жетіспеуі ағзадағы қалыпты жағдайды бұзады. Алайда ағзадағы қандай да бір элементтің шамадан тыс болуы да ауыр салдарға әкеліп соғады. Макроэлементтер: көмірсутек, сутек, оттек, азот, фосфор, нәруыздың, нуклеин қышқылдарының және ағзаның басқа да биологиялық белсенді қосылыстарының құрамына кіреді. Нәруыздардың құрамына көміртек 51-55%, оттек 22-24%, азот 15-20%, сутек 6,5-7%, күкірт 0,3-2,5%, фосфор шамамен 0,5%-ды құрайды. Көміртек, сутек және оттек көмірсулардың және липидтердің, майлардың, ал фосфор фосфолипидтердің құрамында фосфатты топтар түрінде болады. Көп мөлшерде липидтер бас миында, бауырда, сүтте және қан сұйықтығында концентрленеді. Сутек пен оттек макроэлементтер су молекуласына түзетін белгілі, ал ересек адам ағзаның шамамен 65%-ын су құрайды. Су маңызды еріткіш және ол адамның мүшелерінде, ұлпаларында және биологиялық сұйықтықтарда әркелкі таралған. Асқазан сұйықтығы сілекейдің, қан плазмасының, лимфаның 99,5%-дан 90%-ға дейінгі аралығын құрайды. Микроэлементтер. Микроэлементтердің көпшілігі бауырда, сүйек және бұлшық ет ұлпаларында жиналады. Бұл ұлпалар көптеген микроэлементтердің негізгі қоры: мырыш, қарын асты безінде, йод қалқанша безінде, фтор тіс кіреукесінде, алюминий, мышьяк, ванадий шашта, кадмий, сынап, молибден бүйректе, қалайы ішек ұлпаларында, стронций қуық безінде, сүйек ұлпасында, барий көздің пигментті қабатында,
бром, марганец, хром гипофизде және тағы басқаларда жиналады. Натрий және хлор жасуша аралық, ал калий және магний жасуша ішіндегі сұйықтықтарда кездеседі. Натрий және калий фториді түрінде сүйек пен тіс ұлпаларында болады. Магний фосфат түрінде тістің қатты ұлпаларында болады. Берілген суреттерде химиялық элементтердің адам ағзасындағы пайыздық мөлшері берілген. Тамақтану. Тамақтану ағзаның өмірлік қажеттілік болып саналады. Ол адамды сумен, энергиямен қамтамасыз етеді. Су адамның бір тәулігіндегі тиімді тамақтану рационы. Бұл өмір сүру деңгейіне байланысты. Азықпен адам жалпы тіршілік қажетті белок, май, көмірсутегі, минералды тұз, су, витаминдерді қалпына келтіруге, энергия шығынын және ағзаның қажеттілігін толтыруға арналған басқа да заттар алады. Осы заттардың барлығы күрделі алмасу үдерісіне қатысады. Ақуыздар, көмірсулар, майлар ағзаны энергиямен қамтамасыз етуде басты қызмет атқарады. Метаболизм үрдісі кезінде ақуыздан, майдан, көмірсулардан энергия бөлінеді. Олар құнарлылықпен өлшенеді. Ағзадағы 1 килограмм ақуыздың тотығуынан 4 килокалория, 1 грамм майдан 9 килокалория, 1 килограмм көмірсудан 4 килокалория энергия түзіледі. Адам құнарлылығы арнайы кестемен көрсетілген. Дені сау адамға тәулік үлестегі жануар ақуызының мөлшері көрсетілген қалыпқа сәйкес құрастырылған. Өсімдік 4 грамм, жануар майы 85-90 грамм, көмірсулар 400-500 грамм. 4 мезгіл тамақтануда жалпы тамақ салмағы 3 килограммға дейінгі жетуі қажет. Сау адам қалыпты жағдайда 4 мезгіл тамақ ішіп отыру керек. Тәуліктік рационды құру. Таңертеңгі тамақ 25%, күндізгі тамақ 30%, кешкілік тамақ 20%, кешкі тамақ 25% құрайды. Картоп, екінші нан, 2% белок, 0,4% май, 16-18% крахмал бар. Қант диабетімен ауыратын адамдардың аз тұтынған жөн. Дәрілік зат есебінде қолданылады. Ішке тарту жоғары тыныс жолының ауруын емдеуге көмектеседі. Тамыр жемісі мен жапырақтарында белок көп, кальций бар. Жүйке жүйесінің қызметі мен жүрек бұлшық етінің жиырылуын реттейді. Шырыны тұмау тигенде адам ағзасында пайдалы. Жидектер қан тамырларын тазалап, оның құрамындағы холестеринді жоятын өнім. Егер ағзада қан айналымы жақсы болса, онда миға да қанмен бірге оттектің қажеттілігі мөлшері барады деген сөз. Барлық жидектер есту, көру, есте сақтау мүшелерін жақсартып, оларды түрлі сырқаттардан сақтайды. Жидекті үнемі пайдаланған жағдайда баланың әдеттегіден көңілі әрі сергек жүретіндігі байқалады. Оқуға деген құлшынысы да арта түседі. Жаңғақ. Шығыс данышпандары жаңғақты ақылды өнім деп атаған. Өйткені жаңғақтың қай түрі де ең алдымен ми қызметін жақсартады. Оны қажетті минералдармен қоректендіреді. Басты ми қызметіне қатысатын қан тамырлары үшін грек жаңғағының құрамындағы заттардың зәрулігі ерекше. Ұмытшақтықтың алдын алатында бірден бір жидек осы грек жаңғағы. Жаңғақ дәнінде калий, кальций, магний, фосфор, темір, тағы басқа химиялық элементтер өте көп кездеседі. Күніне 5 жаңғақ жеу керек. Бұл С дәруменінің тәулік нормасы. Балық және теңіз өнімдері. Балықтың құрамы йодқа, фосфорға, омега-3 қышқылына бай екені көпшілікке мәлім. Міне осы екеуі мидың жұмысына жауап беретін және өте қажетті минералдар болып табылады. Әсіресе тунец, лосось, иваси, май шабақ, килки балықтарын атауға болады. Бүгінгі сабағымыз балалар осымен аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңа рахмет.